Отбасы құндылығы мен демографияның өсуі қашанда маңызды. Мемлекеттің дамуына халық саны үлесті ықпал етеді. Және мемлекеттің ең үлкен байлығы да халық. Ұлы жол отбасы табалдырығынан басталады. Қазіргі таңда қоғамда негізгі отбасы құндылықтарын нығайтудың маңыздылығына ерекше назар аударылуда. Ел болашағы, ұлт қауіпсіздігі хақында ой өрбіткенде, халық санының өсуі, демографиялық саясатымыз ойға оралатыны анық. Ұлттың иммунитеті демографиясының өсіміне тікелей тәуелді. Саны өскен жұрттың сапасы да артады. Демография ұлт тағдыры. Ал қазақ халқы үшін демография мәселесі ерекше орнында. Оған түрлі тарихи кезеңдердегі қиындықтар, ұлттық салт дәстүр, рухани мәдени құндылықтар сан ғасырлар бойы ықпал етіп отырған. Отан отбасынан басталады деген аталы сөздің мәні терең. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды. Және өзге де даналық сөздер өмірлік тәжірибеден туындаған. Сондықтан да анаға қарап қыз өсер, әкеге қарап ұл өсер деген қасиетті сөз бар. Әйел отбасының ұйытқысы, тыныштықтың шырақшысы. Шындығында әйел отбасында ғана емес, жалпы қоғамда да бейбітшілік пен тыныштықтың шырақшысы саналады. Әйел бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербетеді дегенде соны білдірсе керек. Осындайда мемлекет басшысының әйел шексіз құдірет иесі тарих тағылымында ең айтулы өзгерістердің барлығы әйелдердің қолымен немесе әйелдер үшін жасалады деген сөзі еске оралады.